Сәлеметсіңдер ме, балалар? 6-шы сынып қазақ тілі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаев. Мен таулықпын. Оқу мақсаты күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Бағалау критерийі жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсінеді. Болжау стратегиясы. Олай болса, балалар, мына бейне жазбаға назар аударайық. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ерте есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Еріп атындағы КАЗМУ-ге, 1950 жылы Шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті. Ақынның алғашқы өлеңдері 1948 жылдары Нарынғол аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Мұнан кейін армысыңдар достарым, қарлығашым келдің бе, мавр, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, өмір дастан атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев, Уолт Уитменнің шөп жапырақтар, Уильям Шекспирдің сонеттер, Дантенің құдіретті комедия атты шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ақын өмірден қайтқаннан кейін өмір өзен, бәсіре, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек атты жыр жинақтары жарық көрді. Ақын өлеңдері нәзік лиризммен, ашық сыршылдығымен ерекшеленсе, поэмалары тарихтағы түрлі саяси әлеуметтік қоғамдық жағдайды дәл бейнелеп, уақыт рухын көрсете білуімен, адамзаттық, адамгершілік мәселелерді көтеруімен құнды. Ақынның 100-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. 2000 жылы ақынға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Сөздікпен жұмыс. Киік, сайга, қыран, орел, тұман, думан, шың, пик, асқар, высочайший, шоқа, вершина. Келесі тапсырма. Топтастыру. Бейне жазбаны пайдалана отырып, толықтырып жазамыз. Мұқағали Мақатаев. Мен таулықпын. Тау дейтін алып жүрек қана туған. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтінен бер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Бұлт бүркеніп жайутын алатуғам. Күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейді қара тұман. Тау ұлымын, тау менің дәубесігім. Мен оның әуресімін, сәулесімін. Асқар шыңдар желпейді бесігімді, бір ұрамын ағытып сәлдесінің. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған, дара туғам. Тауға барып, көкке ұшып кетсем бекем, ұстап алып қыранның қанатынан. Бірінші тапсырма. Өлеңдегі тірек сөздерді анықтаңыздар. Өлең не туралы айтылған? Мен таулықпын. Бірінші тапсырмаға берілген дескриптор. Өлеңдегі тірек сөздерді анықтайды. Өлең не туралы екенін табады. Қос жазба күнделігі. Берілген үзінді. Тау ұлымын,
Тау менің дәубесігім. Мен оның әуресімін, сәулесімін. Тапсырмаға берілген дескриптор. Үзіндіні оқиды, өз түсініктемесін жазады. Үзіндіден өз ойларыңды, өлеңнен не түйгендеріңді түсініктемеге жазсаңдар болады. Бекіту сұрақтары. Бүгін біз Мұқағали Мақатаевтың қандай өлеңмен таныстық? Өлең сендерге ұнады ма? Оқу тапсырмасы. Тау баласымын тақырыбына эссе жазу. Сау болыңдар.